Kırkından шығаруда қай кезде жасалады? Бұл атадан ата-бабада салт дәстүр. Бала шыретіп дүниеге келген кезде, 40 күн толған кезде баланың кыркынан шығару рәсімі орындалады. Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын білесіз? Енді ағайын түнемеге келінді. Шөп жауып, дәнді дақылдар жидасуға көмекке келінді. Жұмына күтеді, жүргізуші, ертең бәрімізді күтеміз. Қазақтың ұлттық ойыны қандала бай. Қазақтың ұлттық ойыны кене алу. Қазақтың ұлттық ойыны көкпар. Қазақтың ұлттық ойыны бештар. Қазақтың ұлттық ойыны ақсүйек. Қазақтың ұлттық ойыны татулық тірліктің тірегі. Ынтымақ қайда ырыс сонда. Ынтымағы жарысқан ел озар. Жұмыңа көтерген жеңіл. Көпті көрсе көр. Татулықта табылмас бақыт келер. Бірлік бар жерде тірлік бар. Қазақта жұмыс істеген жүк жеңілдейді. Өнер дәстүрі жастарымызды бірлікке, қамқорлыққа, имандылыққа тәрбиелейді. Күнге аяқталғаннан кейін барлық өмірге қатысқан жастар арнайы жайылған дастарханнан дәм татады. Күннің арты ән күй, жыр дастан оқылып, қазағымыздың ойын сауығымен аяқталады. Не қалмас деген сөз бар. Олай болса қазақтың ұлттық ойыны сақина тастамақ ойынын ойнайды. Сақина тастаймын, тастаймын. Сақина тастаймын. Арамыздағы әйші балаға тастаймын. Сақина тастаймын. Сақина тастаймын. Сақина тастаймын. Сақина тастаймын. 1, 2, 3 ортаға шық. Жақсы адам, ол кезден көшесін.